Ассалаумағалейкум, қайырлы құрметті көрермендер. Бүгін күннің сәулесі қайтты қазір кішкене. Жеміс ағаштарын аурулар мен негізінен зиянкестерге қарсы дәрілейтін боламыз. Оған байланысты не үшін күн сәулесі қайтты деп айттым, өйткені бүгін биологиялық препараттармен өңдеу жұмыс жасайтын боламыз. Қазір оны сіздерге көрсетемін қандай екенін. Міне біріншісі Актарафит деген дәрі. Бұл топырақтағы авермектин және эмамектин деген бактериялардың бөлетін заттарынан жасалынған. Яғни бұл биологиялық зат деп айтсақ болады. Бұны күн сәулесі тікелей күндіз шашсаңыз, бұл әсері фотолизге жүреді. Ыдырап кетеді күн сәулесі, сол үшін күн бет қайтқанда шашу керек. Оңқасынан Мегафол деген өсуді үдететін дәрі бар, Балагра компаниясының. Содан қостым. Мынадан 15 литрге 50 грамм, Мегафолдан 50 грамм, Гринголдтан кішкене қостым, әсерін көбейту үшін Актарафиттің. Яғни бұл дәрілер шашқан кезде сіздің денсаулығың, бұл айтқанда, адамдарға зиян жоқ. Класс өте төмендігі, зияндылығы төмендеп. Және үй жануарларына да зиянсыз. Өйткені жаңа айтқанымыз ол бактерияларына алынады. Бұлар неге қарсы жұмыс істейді? Мына екеуі. Бұлар біріншіден біте, кене, құрттар түрлі, сосын колорад қоңызына қарсы жұмыс істейді. Сосын түрлі құрттар, айтып өттік қой, сосын қоңыздар. Солардың бәріне, яғни тіля, клещ, яблони плодожорка, енді орысша айтып отқаным кейде бір қазақша түсінбеуі мүмкін. Одан кейін колорадский жук, бұл айтқанда ағашының сөлін соратын және жапырағын жейтін, жемесін жейтін бүкіл зиянкестерге қарсы шегірткені өлтіретін ол. Міне осылармен қазір аппаратымызда мынандай арнайы өзіміз киімдерімізде қолданатын нәрселеріміз бар. Биікке көтеретін іштен былай шығады, 4-5 метр кейін шығады. Өткен биік ағаштарды дәрілейін деп жатырмын. Жылы өзім кескен болатын ағаштарды. Дұрысын тұрғылмаған өздері. Сонда да қазір көрейге қалай тұрған жағдайларын. Жаңа дәрілердің құрамына фунгицидті қосама деп тұрмын. Қазір көрейік. Не бар екен? Мына құрамда біріншіден жапырақтары күйіп жатыр. Мына жерде құмырсқа жоқ, түсінікті біте бар. Міндетті түрде бірінші бітеге қарсы тіл ағаш жұмыс істеуіміз керек. Не деген розовый бутон деген фаза. Енді бұл жерде енді не қоссақ та болады, негізінен фунгицидті қоссақ та, бірақ дегенмен бірінші кезекте бітеге қарсы жұмыс істеуіміз керек. Мынаны қарайық. Мынаны көрсеңіз, мына жерде ауырып түсіп жатқанға да ұқсайды, бір жағынан бар. Тас отырға. Ең дұрысы негізі фунгицид қосып жібере салу да керек сияқты. Жаңағы Актарафит пен Гринголд деген препараттарға Мегафолды қостық. Екеуі де негізі биологиялық заттар. Мегафол деген ол теңіз балдарынан жасалынады. Құмырсқалар жоқ. Жаңағыдай көрініп жатыр. Құмырсқалар жоқ. Өткенде айтқанымдай құмырсқалар ол сөз зиян тигізбейді, бірақ жаңағыдай бітелермен байланыста болады. Бітелер ағашынан жас жапырақтың сөлін түсіру оңай болады оларға. Сәулесі жаңағы препараттарда, биологиялық препараттар. Олар күн сәулесі қайтқаннан кейін шашқан дұрыс. Жаңа айтып отырғандай фотолизге жиі ұшырайды. Яғни күн сәулесіне ыдырап кетеді. Осында мен кішкене күн сәулесі қайтсын дегенім, араларда, тозаңдандырушыларда жайлап қайтса дегенім. Дегенмен шашып жатқан кезде бәрі олар судан үркейді олар. Сол үшін кешқұрым шашқан дұрыс. Ортада құмырсқалар өріп жүр. Ол түсінікті құмырсқаны көрдіңіз, бете бар дегеніңіз деген. Мына ағашта қара ракабыр бар, черный ракабыр бар мына ағашта. Әсіреп тұр, сондадан биыл көп кесілген болады, кесілген жер былтыр. Көрдіңіз зеріп, кесілген жерлерінен ракабыр түсіп кеткен. Алмұрт әдемі, анап тұр. Так, маған үшін дейді, ана ауру түсіп кетті. Үшінші сарасы түсіп кетті, мына ауруды көрдіңіздер ме? Үшінші сарасы деген ауру, ағынтақ ауру. Түсінікті, онда бұған біз онда тек қана контактілі фунгицид емес, бұған біз қосамыз, онда жүйелі фунгицидті қосамыз. Сіздер оған не қоссаңыздар болады? Стробимен жұмыс істесеңіздер болады. Скор, Топаз деген бар, солармен жұмыс істесеңіздер болады. Бейлис деген бар, сонымен жұмыс істесеңіздер болады. Қатты тарап кетіп тұрғаныңыздаршы ма? Дәл мына сорт ағынтақ ауруына төзімсіз болып тұр ғой. Болмайды, міндетті түрде не қосуымыз керек екен. Жүйелі фунгицид қосамыз. Яғни біз ол жерде жаңағы Актарафит қостық, Гринголд қостық, Мегафол қостық, өзін үдетуге. Енді оған дитианон деген құрамда дитианонның әсер етуші заты бар фунгицид қосамыз. Ол контактілі тисе ғана өлтіреді. Одан кейін жаңағы жүйелі фунгицид қосамыз. Строби берсеңіз болады, соған Бейлис берсеңіз болады, Скор, Топаз берсеңіз де болады.
Қазір шашып жатқанда да бөлек түсірем. Басталған. Бисмилля кеттік. Сіздің басы бисмилля бисмилля сылма дегендей. Не алсаңыздар, кәсіпкер. Осының жақында бекенлер қосымша, темені алсаңыздар. Өтіп күшті. Инсектісті қалған қалқан. Синтетикалық емес. Мынаны қолымдан пинбоды бар деген. Қазір жинау, сол жинау. Екін теңгені сондай. Бұл қадам негізі ағаштарға 5% дейді ғой. Қабыл 5% алады. Негізі трактормен жасаған кезде. Енді жаңа ойланып ағалар жүрсе не болады? Ағалар зиян жоқ. Ағалар зиян жоқ. Сол үшін айқас тозаңданады, өз-өзін тозаңдандармайды. Сол үшін жақын жерде, өзіңізде, немесе көршіңізде басқа сорт болу керек осындай. Өйткені өзіңіз тозаңдандыра алмайды. Алма сияқты ғой.Аған туғалы бар, соған қорып ұшып отырайын деп отыр. Оларды бірақ өлтірмей тұр. Онысы кешке күн басылған кезде шықты да, әдейі. Араларды көп мазаламайды, күндіз жұмыстарын жасасын деп. Ішіп кетті ғой что-то. Құлаққан енді беруші деген бар ғой, шуды азайтады, сондай тағып алу керек негізі. Өйткені контактын кешесін екен, Green Gold ақпарат еткен. Әуелімен мен тиін деген. Олар сол жапырақтарын ұсады дейді ғой. Егер соны кейбірлер дейтін болса, соны өледі. Ішіне сол креттан екен. Сөйтіп анау нерв каналдарын зақымдайды екен ғой. Табиғи жауы болып тұр ғой.